Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болатын, өте тез дайын болатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл самсалар тюльпанға ұқсайды, өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Және қамырды жайып, май жағып отырудың ешқандай қажеті жоқ, өте тез дайын болады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 450 грамм ұнның үстіне мұздатқыштан шыққан 180 грамм сары майды осылай шамалы ұнға аунатып алып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Осылай майды үккіштен өткізіп жатқан кезде көп май осылай бірігіп, езіліп кетпес үшін арасында ұнмен араластырып отырып, үккіштен өткізетін боламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін осылай ұнмен араластырып, майда крошка жасайтын боламыз. Міндетті түрде осылай жақсылап араластырып алыңыздар, себебі май бөлек болып жүрмеу керек, ұнмен жақсылап араласқан болу керек. Ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, ортасын осылай шамалы шұңқырлау қылып, үстіне жарты шай қасық тұз және 1 шай қасық разрыхитель қопсытқышты саламыз. Егер сізде разрыхитель болмаса, содамен алмастырсаңыз болады. 1 шай қасық соданы шамалы уксуспен араластырып салсаңыз болады. Үстіне 200 грамм қаймағымызды саламыз. Егер қаймақ болмаса, айранмен алмастыруға болады. Енді барлығын араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ешқандай су, ештеңе қосып қажет емес. Осылай илей бастасаңыз, өзі осылай бірігіп, жұмсақ қамыр болып шығады. Барлығын осылай жұмсақ етіп істеп алғаннан кейін, кішкене форма беріп, сопақша форма беріп, қамырымызды 18-20 шақты бөлікке бөлсеңіз болады. Салмағына қарай шығатын болады. Мен осылай таразымен өлшеп 45 граммға балдым. Мен үлкендеу формада жасадым. Қалауыңызша кішірейтіп жасасаңыз болады. Егер сіз қонаққа, сондай үлкен дастарханға жасайтын болсаңыз, 25 грамммен жасасаңыз өте жақсы шығады. Барлығын осылай домалақ етіп жасап алғаннан кейін бетін пакетпен жауып, мұздатқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 200 грамм тартылған ет, картоп 150 грамм. Осылай майдалап турап аламыз картопымызды. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязбен де 3 дана 200 грамм осылай майда етіп, 4 бұрыш етіп турап аламыз барлығын. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш және зира қостым. Зира қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Мұздатқышта тұрған қамырымызды шығарамыз. Шамамен 20 минут арасында тұрды. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Достар, егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің тіркелулеріңіз мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахмет. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін бір жағын кесіп, ішіне салмамызды салып, дәл видеодағыдай етіп орайтын боламыз. Осылай ақырын ғана орап шығамыз. Бір дестен болмауы мүмкін. Екіншісінде, үшіншісінде міндетті түрде шығады. Міндетті түрде астын жақсылап бекітуді ұмытпаңыз. Ішіндегі салмалары шашылып қалмас үшін жақсылап бекіту керек. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстінен күнжіт себетін боламыз. Күнжіт себу міндетті емес, макпен алмастырсаңыз, немесе мүлдем жай ғана жұмыртқамен қалдырсаңыз да болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет осылай видеоны көрсеттім. Дәл осылай жасап, істесеңіз міндетті түрде шығады. Барлығын дәл осылай етіп жасап аламыз. Шамамен 35-30 минут арасында 180 градуста пісіріп аламыз. 35 минут арасында самсамыз осылай әдемі, өте керемет болып пісіп шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Самса өте тез дайын болады, әрі өте жұмсақ, ауызға салсаң еритін самса болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видео рецептін ұнаса, міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.